Сәлем оқырман. Аруна мен Нұртастың арақатынасы тоқтаған секілді. Екеуі Instagram желісінде бірге түскен суреттерін өшіріп, Аруна туған жеріне кетіп қалған болатын. Керемет жұбет, ендігі той күтіп жүрген еді. Аруна бірнеше сұраққа желіде жауап берген екен, оқып көрейік. Қызылордада қанша уақыт боласыз? Ойланудамын, мүмкін қаламын. Көреміз. Адамдар бір-бірін жақсы көріп қалса, бірақ қолы жетпесе, сезімін өшіру керек пе? Бұрын қаласақ та қосыла алмаймыз дегенді естісем, неге, оның несі қиын дейтін едім. Құран жетпейді деп бекер айтпайды екен ғой. Жалпы, өзіңіз білесіз ғой, қанша уақыт жақсы көріп жүре беретініңізді, қанша уақыт қиналарыңызды. Ақыр соңын біліп тұрсаңыз, несіне бұйырмай тұрған нәрсеге жетем деп талпынасыз. Шешімі жоқ ойлар мен уайым өзіңізге ауру алып келетінін ұмытпаңыз. Сондықтан жіберген дұрыс болады. Айырылысып кеттім, не істесем болады? Ештеңеге зауқым жоқ. Мен куач емеспін, той қыздар. Бұйырғаны енді ренжісіп қалған ғашықтар 3 күн ішінде татуласпаса, бір-біріне хайырсыз деп есептеледі екен дегенді кеше ғана оқып едім. Қиындықтан бірге шыға алмасаңдар, бір-біріңе айтылған сөздер мен серттер бекершілік, дейді Аруна. Аруна сөздерін осылай түйіндегендей. Кейде тағдыр біз ойлағандай болмайды. Кейбір адамдар біздің өмірімізге сабақ болу үшін келеді, ал кейбіреулер мәңгілікке қалады. Қанша қимасақ та, жүрекке ауыр тисе де, кейде жіберген дұрыс. Себебі әр нәрсенің өз себебі бар. Бұл сөздерден кейін оқырмандар түрлі пікір қалдырды. Бірі Арунаны қолдап, дұрыс шешім қабылдағанын айтса, енді бірі әлі де Нұртасты жақсы көретінін сезіп, қайта қосылуларын қалайтындарын білдірді. Ал Нұртас бұл жағдайға қатысты әлі ешқандай пікір білдірмеді. Оның әлеуметтік желідегі жазбалары да көпшілікке белгісіз ой салып отыр. Кейбірі бәрі бітті десе, енді біреулер мүмкін уақыт керек деп болжайды. Аруна мен Нұртастың болашағы не болары белгісіз. Уақыт бәріне өз жауабын береді.